Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге тағы да бір бөлме гүлдеріне арналған топырақ құрамымен бөліскім келіп отыр. Көп адамдар менен гүлдеріңізді қандай топыраққа отырғызасыз деп сұрайды. Сол себепті де көрсеткім келіп отыр. Менде тағы да бір топырақ құрамы бар. Ол туралы мен экранға суретін шығарып, описанияға ссылкасын қалдыратын боламын. Сол себепті де оған да кіріп көрсеңіздер болады. Мына жерде назарларыңызда кәдімгі мына аула топырағы айырмашылығы көрініп тұр. Ал мына жерде мына теравайт деген топырақ. Мына гүлдерге арналған теравайт. Бұл теравайт топырағы туралы да мен айтқан болатын. Бұның құрамында биогумус бар, және көптеген тыңайтқыштар қосылған. Ішінде перлит те бар, вермикулит те бар, барлығы бар. Сол себепті де мен осы теравайт топырағын қолданамын. Одан кейін аула топырағын қосқаннан кейін мен тағы да мына көң қосып отырмын. Көң бұл қойдың көңі. Көң дегенде жаңа бір жылдық көңді қолдануға болмайды. Бұл 3-4 жылдық шіріндісі. Қараңыздаршы, мына биогумус сияқты болып үгітіліп қанша жылдық, мына ешқандай уже топыраққа айналып кеткен бұл көң. Бұл көңнің ешқандай да пайдасы болмаса, зияны жоқ. Бөлме гүлдеріне көңді қолданатын болсаңыздар, осындай көң қолданыңыздар. Жаңағыдай жаңадан болған бір жылдық свежий көңдерді қолдануға болмайды. Осы аула топырағын, мына қойдың 3-4 жылдық шіріндісі, мына көң, және мына теравайт, мына перлит те бар бұның құрамында. Сол себепті мен қазір бұған перлит ешнәрсе қосқан жоқпын. Осы үшеуін араластырып гүлдеріңізді отырғызсаңыздар болады. Топырақтың түрлері өте көп, негізі жасай берсе өте көп. Сол себепті де көңді қосқанда да мөлшерінен абай болыңыздар. Көңді ауланың топырағымен араластырып отырғызатын болсаңыздар, бірге бір қоссаңыздар болады, 3-4 жылдық шіріндісін көңнің. Ал егер басқа да қоспалар қосатын болсаңыздар, онда одан жартысынан қосасыздар. Көңін көбейтіп қосып жіберуге болмайды, себебі гүлдің тамырын күйдіріп жібереді, күштілік етеді. Бұл топыраққа отырғызғаннан кейін сіздер бір 5-6 айға дейін тыңайтқыш бермесеңіздер болады гүлдеріңізге. Себебі бұл көң өте ұзақ уақытқа шыдайды, тыңайтқыш. Гүлдеріңізді әдемі өсіретін болады. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына кейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.